Наставничествоға дейін сол бір кабинетте бір жалғыз өзім нетрадиционный медицинамен айналыстым. Бір нәрсе жетпей тұратын интегративті дәрігерлерді бәрін зерттей бастадым, қызыға бастадым. Превентейдж деген білім бағаларын сұрап тоже оқығым келді, бірақ ояқта ай сайынғы доллармен төлейтін бір дәрігердің бір айлық зарплатасы ол жақта бір модуль тұрады екен. Бірақ алладан бір хайырлы, берекелі және бір өте күшті ұстазды тілеп жүрдім ішімнен. Мұхтардың жаңағы наставничествосына келіп ашылдым более. Бірінші күннен сіз сұрадыңыз видеомен сөйлескенде уверенность қалай дегенде уверенность мощный ғой, уже ұрып тұр. Көбісінде не проблема, оларда самоценность низкий, өздеріне көңіл бөлмейді, ойынның бәрі дала, ақша, өзінде вообще фокус жоқ. Из-за этого адамдарда расфокус болады да, и жұмысында вообще береке болмайды. Жасап жатсыз. Кеше сезініп жатырмын ғой, негізі расында ше форумда. Мұның бәрі сіздер үшін деген кезде ана көзіміз шок болып банков. Неужели бізге осыншама мүмкіндіктер, осыншама жағдай жасалынып тұр деп ше. Бисмиллах, бүгін біздің YouTube подкастта ерекше формат, бұл уақытқа дейін болмаған. Бүгін менде өзімнің наставничестводан өткен докторлармен бір керемет сұхбат болады. Енді әр адам өзіне керегін алады деп ойлаймын. Бүгін менің шәкірттерім, иншаллах сіздермен бірге. Әлия ханым және Янгүл ханым, өздеріңіз толығырақ таныстырып кетсеңіздер. Мен есімім Янгүл Болатқызы Бегайдарова, Орал қаласынан жалпы тәжірибелік дәрігер боламын. Осы 2024 жылы жалпы жоғары медициналық университетті Ақтөбе қаласынан Марат Оспанов атындағы сол жақтан бітіріп, жұмысқа сразу оқу бітірісімен сентябрьден бастап кіріп кетіп, поликлиниканың жаңағы жұмысын 4 айдың ішінде зерттеп тастағанбыз. Қазір өзіңіздің орталығыңыз бар, иә? Қазіргі таңда жалпы 4-5 жылдан бері бір ғана кабинетте жұмыс жасап жүргем. Алла бұйырса, уже как орталық сияқты етіп ашайын деп жатсыз, иншаллах. Сіз, Әлия ханым, өзіңіз таныстырып кетсеңіз? Мен Әлия Әлишерқызы. Сол оңтүстік Қазақстаннан келіп отырмын. Шымкент қаласы, Темірлан елді мекені. Алан қалаумен авиценна медициналық колледжін бітіріп, одан кейін бірақ басқа дефектология мамандығына түсіп кеттім. Одан кейін де бірақ медицина деген қызығушылығым осы менің Айда Мұхтарымнаның наставничествосын алуға түрткі болды. Машалла. До конца осы жолмен жүрейін. Сізде орталық бар, иә? Менде орталық бар қазіргі таңда. Орталығыңыз қалай аталады? Орталығым Шифамед Темірлан деп аталады. Немен Ол айналысасыздар? жерде массаж жасаймыз, хиджама саламыз, сүлік саламыз, иглотерапия бар. Жалпы народный медицинамен айналысамыз. Машаллах. Енді наставничествоға келуге сіздерге не түрткі болды, және наставничествоға дейін қандай состояние, яғни А точкаларыңыз қандай болды, и Б точка қандай болды, сол нәрсені бөлсеңіздер. Жалпы осы наставничествоға дейін сол бір кабинетте бір жалғыз өзім сол тоже нетрадиционный медицинамен айналыстым. Студент кезімнен бастап сол хиджама, сүлікті оқып, сондай процедура, плазмолифтинг, косметология, тоже иглотерапия деген сияқты процедураларды өзім барлығын жасап жүрдім деген сияқты. И бірақ бір нәрсе жетпей тұратын. В основном тек процедура жасаймыз. Осы тек 2024-те қалай оқу бітірдім. Уже арғарай пациентті одан әрі зерттеу керек екенін түсіндім. Оларға қосымша тағы бір лечение тағайындағым келді. Бірақ біздің протокол бойынша в основном тек қана біздер поверхностный емдейді екенбіз. Острое состояние, неотложное состояние. В основном антибиотиктер назначение береміз. Температура болса антибиотик, 3-4 күннен кейін басылмаса сразу антибиотик беріп, жалпы тек температурасын басып, воспалениені басып, и
болды. Ары қарай болды, ол кісі әйтеуір 5-7 күнге жаңағы антибиотикті бересің де, содан кейін қоя саламыз. Асқазан гастритімен келеді, жарамен келеді, 7-14 күн лечение жасайсың, болды. И ары қарай уже зерттемейсің, и бір ғана ағзаға ғана ем тағайындайсың, басқа ағзада шаруаң жоқ былай қарағанда. Біздің сол классикалық медицинада сол жағынан, енді мен не традиционный медицинамен айналысқасын, бір жағынан ішінен қан жылады. Әсіресе мына кішкентай балаларды температурамен немен келеді, немесе анемиямен келеді. Оған железо препарат қайта-қайта бересің, бірақ та анемиясы гемоглобин көтерілмейді. Қайта-қайта жаңа паразиттерге анализ тапсыртасың, ол отрицательно шығады. Бірақ баладан ұсқыннан көрініп тұрады, ол тісін қытырлатып, түнде ұйықтағанда құйрығын қасиды дейді, бірақ анализден шықпайды. Явный жаңа паразитоз бар екенін симптомдармен қарап тұрсан да, бірақ анализден шықпайды. Анализден шықпағасын протокол бойынша біздер не имеем право, не имеем право антипаразитарный беруге. Сондай кезде поликлиникада отырғанда ішінен тоже қан жыласын, жаңағы уайымдап тұрасың, ана балаға қазір мен железо препарат берем, ол балада не болса, паразит болса, мен қанша железо берсем де оның бәрін жеп қояды ғой. Сонда менде эффект көре алмаймын бірнеше айдан. И балалар ояқта солаймен қанша жылдан бері, қаншама поток балада, үлкен кісілер деген сияқты сондай проблемамен жүр деген сияқты. Сондай ішімнен жаңағы бір қиналыспен, бір ішімнен бір нәрсе толмайтындай бір сезімде жүрдім. Осы наставничествоға келер алдында, бірақ интегративті дәрігерлерді бәрін зерттей бастадым, қызыға бастадым. Prevent-Age деген білім, Instagram тоже қарап, дәрігерлер ояқта да бағаларын сұрап, тоже оқығым келді. Prevent-Age, Anti-Age деген университеттерде тоже оқығым келді, түскім келді деген сияқты. Бірақ ояқта ай сайынғы оларда доллармен төлейтін қаражатын бір жағын, ол бір дәрігердің бір айлық зарплатасы ол жақта бір модуль тұрады екен. Ол жағында тоже ойлап жүрдім, бірақ Алладан бір хайырлы, берекелі, және бір өте күшті ұстазды тілеп жүрдім ішімнен. Алла тағалам маған осындай бір керемет, жаңағы менің білімімді арттыратын, менің пациенттеріме тоже бір жақсы көмек көрсете алатын, және мені жаңағы өсіруге де көмектесе алатын сондай бір ұстаз, нәсібетші деп мен бірнеше айлар бойы сөйтіп тілеп, дұға тілеп, таң намазында сөйтіп өте қатты тілеп сөйтіп жүрген уақытта Айда ханымды негізі баядан тоже қарап жүргенмін, қызығып, сырттай камерада өте әдемі, сұлу, өте білімді, өте еңбекқор кісі екен, және де шетелде көп білім алатын, бәрін көріп отырамыз, қызығып отырамыз, бірақ маған андай болды да, қол жетпейтін сияқты болды. Қол жетпейтін, мен мүмкін емес деген сияқты болды. Ішімнен сондай бір өзі бұл дейтін бір жағын сіз айтқандай, мидағы шектеу, өз-өзімізге ограничение қойып тастағанбыз, өзіміз шешім қабылдап тастағанбыз. Содан кейін бір уақытта сондай, оның алдында мен сізден қалай оқу бітірдім, сізден БРТ обучение алдым. Аллаға тәуекел етіп БРТ деген обучениені алып, мен уже пациенттерді хотя бы енді анализдері жоқ болса да, не традиционный медицинаға келген кісілерді хотя бы БРТ мен тексеріп алайын, хотя бы оларға антипаразитарный аптеканы кім болса да беріп, не болса да оларға хотя бы витамин D, самый основной витамин D бізде де железо деген сияқты препараттарды тағайындап сөйтіп очищениеден бастайын деген сол БРТ-ны оқып істегеннен кейін одан сайын сізге қызыға бастадым, сіз сияқты болғым келе бастады, уже ұстазына ұқсағым келе бастайды, уже мен осы күнге шейін қаншама онлайн обучениялар алдым, бірақ ол жерде барды аяғы жоқ болып жүрді. Сосын қызық емес болып кете ме, қанша онлайн, сосын мен уже өз-өзіме қойдым, ой, мен онлайн оқи алмайды екенмін деп. Бірақ сонда да Айда Мұхтарымнан жаңағы сөйлеген сөзінде бір уверенность болды. И БРТ обучениенің өзі өте қызықты болды. Мен прям дәптерді, отыйды, каждый сөзін, видеодағы сөзін, астындағы сөзін бәрін жазып алған болатынмын. И сол бойынша мен уже кісілерді қабылдай бастағанда, менде уже сол тек қана БРТ-ның өзінде де менде кісілер жақсы келе бастады.
жақсы келе бастады. Иә, поток келе бастады. Мә, сіз БРТ-да сіз басқаша түсіндіреді екенсіз, сіз жаңағы Инстаграмда уже бөлсем ғой, мына витамин Д неге жетпей тұр. Жаңағы организмде, жаңағы мына бауырында тяжелый металлдар жиналса, жаңағы давлениесіне да ол әсер етеді екен, пониженный давление болса, осындай металдың кесірінен болады екен деген сияқты халық білмейтін информацияларды мен сіздің уже БРТ обучениедан уже білгенде, это было что-то новое уже. Ол кезде БРТ обучение 100 или 150 мың шамасында алған болатынмын. Сөйтіп, бірақ сіздің наставничествоңызға қызығып, алғым келіп жүрді. Бірақ ол кезде поликлиникада да жұмыс жасап жүрдім. Сосын жаңа өзім кабинетіме бір медсестраны алып қойып, мен поликлиникада жүргенде ол кісі процедуралар жасап, қабылдап жүрген бір кісім ғана көмекшілерім болды. Сөйтіп жүргенде поликлиникадағы жұмысты көріп, қатты депрессияға түсіп кеттім, шаршап кеттім. О жақта нагрузка, жұмысым өзіме ұнады, пациентпен жұмысым ұнады. Келдім де тарсылдатып пациенттердің барлығына паразитке анализ бердім, бәріне шындай де паразитке барлық дефициттерді анықтағым келіп, пациенттің бетіне қарап тұрам да, мен сізде что-то мынандай болып тұр, давайте мен сізге ана анализ, мына анализ деп жазай бергенмін. Сосын басшылықтан айтады, сіз недавно ғана келдіңіз, но не масқара, неге толтырып анализ бергенсіз деп. Чекап беріп жатсыз. Мен былай қарағанда басынша чекап бере бергенмін ғой. На каком основании сен анализ бересің, мына анализ бересің? Уже басшылықтан қыспақ басталды. Сен мына 3 анализден артық анализ бермейсің на первый прием деп уже шектей бастады. Оказывается, мен на первый прием бетіне қарап бере бергенмін. Но енді ол жаңағы компьютерда ол кісі туралы дым информация жоқ. Мен ол кісіге шынымен де жаңағы көмектескім келді. Ол мен біліп тұрмын, ол мысалы бауырымен келіп тұр, или шекпен келіп тұр, а мен ар жағын зерттегім келіп баратыр. Сол үшін бір-екі анализ жайлап беріп жіберем, бірақ сонда уже басшылықтан қыспақ келгеннен кейін, оларға слишком расход болып кеткеннен кейін, уже мен түсіндім, что поликлиникада мен до конца халыққа көмектесе емдей алмаймын. До конца емдей алмайтынымды түсіндім. Содан кейін жақсы деп өзім шешімге келдім. Жақсы не болса да жақсы мен көмектескім келді, опыт алдым. 4 ай жұмыс жасасам да мен ол жерден кішкентай болса да опыт алдым. Мен сол бұрын енді кабинетте қалай жұмыс жасадым, жайлап болса да сол жаңа пациенттерімді өзім қалай түбінен бастап емдейінші, көмектесейінші деп сөйтіп тек сол моментте міне декабрьден жұмыстан шығайын деп жатырған жерден сіздің ассистентіңіз маған сондай күшті хабармен жаңа хабарласады. Бәрі совпадение болып қалады. Бір жағынан дұға тілеп жатырмын. Ішімнен пациенттеріме де көмектескім келіп жатыр, түбінен де емдегім келіп жатыр. Сөйтіп қалған кезде сондай бір күшті супер жаңалықпен хабарласқанда мен ана жерде өз-өзімді қояр жерге таппадым деуге болады. Өте қатты қуанып, бір жағынан кішкене бір жағдайларда болып жатыр, алайын ба алмайын ба, бірақ ол қалай мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды ғой. Мен өзім қызықтым, өзім дұға етіп сұраған нәрседен, значит, Алла тағала маған сондай мүмкіндік беріп тұр. Это сигнал дедім өз-өзіме. Аллаға тәуекел еттінде тек сразу сол жерден оплата жасап, Алланың қалауымен сіздің наставничествоға сөйтіп келіп қалған жайым бар. Қандай үмітпен, яғни мен уже тек қана 100 мыңның ғана 100-150 мыңның помню, сол обучениесін алып, мен уже результат көргеннен кейін, мен қалай мен миллиондаған жаңағы оқуын алғанда, мен одан да күшті білім алам деген уже менде уверенность болды. Хоть ол онлайн болса да, мен с уверенностью келдім. Значит, мен ана обучение оқыдым, бұл онлайнда да мен спокойно оқи алам деген уже уверенностьпен келдім сізге. Мен тек қана сіздің ғана, наверное, онлайн сіздікін оқи алам, басқасына мен көзім жетті, что оқи алмайды екен, потому что ол жақта көп информацияны беріп қойса, тоже мы загружены болып кетеді. Айда ханымның каждый видеосы бір 20-30 минут шығар әрі кеткенде. Все, четко нақты нәрселерді берді, қосымша материал берді, ары қарай іздену үшін барлығы уже доступны. Қаншама сіз бізге бонустар беріп жатсыз, қаншама шетелдегі информация біздің қол жете алмайтын, алыстан бүйтіп бақылап отырған жерімізден бәрін фук жолымыз ашылып кеткендей болды, если честно. Машалла. Сосын
сол наставничествоға келгенде менде прямо жолым ашылғандай болды. Уже сіздің білімдеріңізді ала бастағанда ол жақтағы білім енді біз ойлағаннан басқаша бөлек екен. Мүлдем, оказывается, пациентпен жұмыс жасағанда на клеточном уровне, оказывается, бүкіл аурудың барлығы ішекте екенді. Соның бәрін білгенде бұл деген прям ми жарылуға қалды ғой. Көзім ашылып деген сияқты. Сосын ояқтың білімі енді әлі де оқитын нәрсе, информация өте көп. 2 айдың ішінде оқып бітіру бәрі мүмкін емес, бірақ әлі де біздер енді в процессе обучения, бірақ соның өзінде де уже результаттар бар, пациенттерінде уже жақсы результаттар бар. Қаншама жылдардан бері құрттан құтыла алмай жүрген, инфекционный больницадан ем алса да, ол жаңағы паразиттер кетпей жүрген жаңағы пациенттерім, осы интегративті, превентивті бағытта уже тағайындағанда уже бір курс базовый препаратты беру арқылы біздер уже сол құрттан уже арылдық. Хотя ол пациенттер жылдар бойы сонымен страдать етіп жүр. Жылдар бойы ішегі ауырады екен, жылдар бойы запордың өзі 10 күн деп запор болады екен бір пациентім. Просто базовый препаратты беру арқылы біз запордан құтылдық. Қаншама адамның өмірін жеңілдету. Бұл дейтін, мен көзім одан сайын жанып кетті ғой, ашылып. Мен уже мынандай, каждый второй кісіде кишечникта проблема, бауырында проблема деген сияқты. Онымен қоса, мен жалпы өзім бывшая акушерка жаңа басында медицинский колледж бітіріп акушерка жұмыс жасағасын, более акушерствоға, гинекология жағына өте жақынмын. Но Алланың қалауымен бисмилля деп сол хиджама сүлік салу арқылы менде уже жүктіліктен пациенттер результаттар көрсетіп жүрген осы күнге шейін. Бірақ мына уже интегративті, превентивті бағытты қосқанда ол одан сайын көбейді деп айта аламын. Ол результат бұрын мен мысалы результатты возможно 4-6 айда алатын болсам, интегративті, превентивті медицинаға келіп, мен результатты возможно бір айдың ішінде алып қалу мүмкін. Супер. Представляете, мен бір жағынан шок болдым, өзім шок болдым. Альхамдулилля, пациенттер Аллаға шүкір көбейе бастады. Именно бесплодиемін деп жүрген пациенттерім Алланың қалауымен уже ішекпен және де мына жаңағы на клеточном уровне жұмыс жасағалы сол жағынан пациенттер көбейді. Круто. Представляете, мен өзім прям даже аш мурашки деп айтады ғой, прям шок болам сондай жағдайда, қайда қоярды білмей қаласың, түсім бе, өнім бе деп қаласың. Енді пациенттер қанша 10 жыл, 15 жыл бойы все болды, сен көтере алмайсың. Сізде уже климакс деп сөйтіп жіберген пациенттер жаңағы осындай результаттармен келгенде өте қатты қуанып қалады екенсің. Андай дофамин, андай сәтте болады ғой. Олардың қалап жүрген нәтижесін сіз арқылы Аллах берген кезде ана дофаминді сезіну енді ең кайфтың кайфы ғой. Өте күшті. Прям басынан бірдей гормонның бөлінген сезінесің ғой, миыңнан Машалла. Одан сайын жұмысқа деген басқа наставничестводан тағы пациенттерде күшті нәтиже, жаңағыдай қаншама ұзақ емделетін ауруды біз тез емдеп жатырық. Одан басқа тағы не алдыңыз? Мысалы, психологический поддержка, әлде финансовый рост деген сияқты, орта. Жалпы бір жағынан мен осы күнге шейін жалғыздық сезіндім. Бәрінде жалғыз жүрем. Тіпті бір шаршап кеткен кездерім болды. Ой, мен болды шаршадым, кабинетті жаба салайыншы, бір шаршадым деп. Мен бірақ қалай наставничествоға келдім, бізді уже группаға қосты. Және де сіз біздің уже артымызда бір мықты тірегіміз бар болғанда, мен уже көзім ашылып, я не одна, оказывается, деп уже сол жағынан бір мощный поддержканы сездім. Психология жағынан кәдімгідей мықты поддержка болды. Мықты поддержка болды сол жағынан. Осы күнге шейін жалғыз жүрген адам бір оказывается, мен жалғыз емес, жан-жақтан көмектесетін мен сияқты адамдар бар екен ғой. Оказывается, мен сияқты адамдар бар екен. Мысалы, Алия ханым бар, Айдана ханым бар, менің де сферамнан жасайтын пациент, жаңа дәрігерлер бар екен ғой деп. Потому что мен тоже қыспақ қатты жаңағы болатын хиджама деген ол не доказательный медицина. Сүлікті де кейбір дәрігерлер қолдамайды. Хиджама, ладно, не доказательный болса, сүлік доказательный медицина болған өзінде де оның көмегін түсінбей
түсінбейтін адамдар бар екен. И прям өзіме жекеде шыққан кісілер болды. Сол жағынан мен қатты қысылатынмын. Университетте оқып жүргенде де, Ақтөбе облысында жұмыс жасап жүргенде де дәрігерлер тарапынан мынау оқу бітірмей жатып қандай немен айналысып жүр деген сияқты қатты бір қыспақтарды сезгенде, мен сонда жалғыз, мен значит дұрыс жасамай жүрмін ба деп, оказывается ондай нәрсе, негативтің бәрі сені қысып сен өз-өзіңді уже шектеп тастайды екенсің. Значит менікі дұрыс емес шығар деп, уже бізде қалай халық дейтін қатты негатив жіберсе, уже не істейді екенсің. Адам жұмыс жасай алмай жасағың келмеуі мүмкін. Сөз арқылы. Сөзбен миға дейтін нагрузка деген өте қатты кетеді екен. Бірақ осы интегративті, превентивті, жаңа қартаюға қарсы медицинаға келіп, және де Аида Мұхтарованың жаңағы наставничествосына келіп, мен вообще бөлек ашылдым, сіз бірінші күнде сіз сұрадыңыз видеомен сөйлескенде, уверенность қалай дегенде, уверенность мощный ғой, уже ұрып тұрып, уверенность деген уже прям бүйтіп спокойно уже. Бізде былай, так, мен осы пациенттер келеді, уже бізде қазір консилиум жасаймыз, уже кейбір жалғыз өзім шеше алмайтын нәрсені уже группада дәрігерлермен бірге, ұстазымызбен бірге уже шешіп, былай істеуге, былай уже пациентке сен жалғыз емес екеніңді, және де Қазақстан бойынша ең мықты жаңағы дәрігерлермен жұмыс жасайтынды айтқанда, пациенттердің де көзқарасы сенде басқаша болады екен. Өзінде де кәдімгідей уверенно жүреді екенсің, что ты не одна. Хотя мен Орал қаласында өзімді единственный превентивті интегративті дәрігер ретінде сезінеді екенмін. Бірақ Қазақстан бойынша мықты поддержка болғанда, осындай Аида ханымның наставничествосын алғанына мен еш өкінбеймін. Бұйырса сізбен тек жұмыс жасағым келеді иншалла. Не только сіздер наставничество алып отырсыздар, бұл кісілер еще интегративті, превентивті антич дәрігерлердің ассоциациясының алғашқы мүшелері болып отыр ғой. И мен айтып отырмын кеше, бұл кісілер обязательно жаңағы міне уже нелердің значоктарын тағып алды. Енді бұл кісілер кабинеттердің сырттарына уже жазып қояды, что ассоциацияның мүшесі екені. Ассоциацияның мүшесі болу қарапайым дәрігерлерге не береді? Ол осындай жаңағы Янгүл ханымға мысалы ең күшті поддержка берген орта ғой. Вот бізде орта, консилиумдар, жаңағыдай дәрігерлермен бірге әртүрлі форумдар, конференциялар өткізу, оның барлығы дәрігердің квалификациясын жоғарылатып отыратын нәрсе. Чем бір өзі воп болып отырған дәрігерге қарағанда, уже бұл кісілерде мықты орта бар. И бұл кісілер уже кім ассоциацияға мүше, бұл кісілер үздіксіз өсетіні тұлғаларда. Сондықтан альхамдулиллах, құттықтаймын сіздерді. Осындай өздеріңіздің қорқыныштарыңызды деп отқанды жеңіп, наставничествоға келіп, еще өте күшті бізде осы сіздермен өткен поток өте бір берекелі поток болды, машаллах. Сондықтан сіздердің жетістіктеріңізбен қуанамыз. Алихан, сізде қалай болды? Наставничествоға дейін қандай қиындықтар болды? Нені жеңе алдыңыз? Точка А-ңыз, точка Б-ңызбен бөлісіп берсеңіз. Иә. Менде наставничествоға дейін көптеген пациенттер келеді алдыма. Көздерінде бір мұң бар, маған қалай көмектесесің деген. Даже өзімнің отбасымда да, келін болып түскенде де енемнің өзінде қаншама аурулары бар, қаншама дәрі ішеді, препараттар қабылдайды, система қабылдайды, бірақ та оның до конца лечение болмайтынына көзім жетіп тұр да. И оған өзім де көмектескім келеді. Но уже ары қаратай білім болмаған соң уже тоқтап қаласың. Сіз хотя бы сіздің инстаграмда басында жүргізген кезде осы превентив медицина шығып бастады ғой. Сол кезде мен сізді көріп бастайтын. Сол кезде хотя болмағанда безглютен нан жеңізші, болмағанда пісте майды қолданбаңызшы деп солай айтып жүретін. И маған келген пациенттерге де солай айтатын. Сосын менде детский балалар да көп келеді, ДЦП ауру балалар, соларды көрген кезде іште қынжылып көмектескім келеді. Бұның питаниясын да дұрыстау керек, комплексно подход керек. Соның барын біле тұрасың, бірақ білім жетпейді. Бір жақтан іште қынжылыс, білім де жетпейді, өзіңде уверенность болмайды. Сен әлі ешқандай не емессің ғой, сен не айтып тұрсың, нутрициолог емессің ғой деген сияқты сондай нелер де болады. Сөйтіп біраз жүресің, пациенттер келеді, оларды қабылдайсың, но до конца көмектесе алмаған соң бәрібір қиналасың ғой. Сөйтіп жүрген кезде Аида ханымның сол несі наставничество болады деген кезде қатты қуанып прям
сөйтіп арасында жазып жүрдім и алладан да сұрап дұға тілеп жүрдім. Негізі расында алладың бар екеніне, дұғаңа жауап беретініне анық көзім жетті. Сөйтіп видеода звондайды ғой бізге, кәдімгі шоксың ғой. Айна ханыммен сөйлесіп жатырмын мен деп. Ол кезде ойлайсың енді ол кісі звезда, тек қана инстаграмда көресің, былай живой көрмейсің. Қазір алаң қалауымен қасында отырып осылай подкаст түсіріп жатырмыз. Соның өзі бір адамға кәдімгі мотивация береді, үлкен бір бақыт. Солай енді Алла қаласа бұдан дәл шақ ары қарай жұмыс жасағым келеді. Осы Айдам Мұхтарованың етегінен ұстап алып жібермей. Сізде пациенттерден қандай результаттар көрдіңіз? Менде вообще поток көбейді ма? Және финансовый рост қалай болды? Финансовый рост та көбейе бастады уже. Өз-өзіңе сенімді болып, жаңағыдай Янгу ханым уже айтып өтті ғой. Витамин ішіңіз десем, жаңағы железа препарат дайындаған кезде уже оның ішінде қаншама паразиттер бар. Оны жеп тастайтынын біліп тұрасың да. Басында мен сіздің ағза тазалау курсыңызды алғам. Соның өзінде адамдарға көмектесіп жүрдім. Соның өзі маған кәдімгідей көмек болды. Өзімнің отбасыммен басында өттік, антибиотик жасадық, одан кейін білетінімді адамдарға үйретіп жүрдім. И до конца уже ары қарата үйренгім келе берді ғой. Одан басқа тағы қандай бар, одан басқа тағы қандай бар. Бақтана марафон, оған да қатысып көріп, ол да бір күшті. Кәдімгі сабақтар негізі расында четко детально түсіндірілген. Көре бересің, бәрін түсінесің ғой, нақты. Тез миға отыра ма? Видеоларда бүйтіп ұзақ емес, нақты, өте күшті, керемет, машалла. Альхамдулилля. Одан басқа да расында нелерді көресің ғой, басқа дәрігерлерді. Бірақ та сіздің айтқандарыңыз уже өз-өзіңде сенімді, уверенность болған соң жақындайсың ғой. Болды, мен осы кісінің несі болам, шәкірті болам деп. Менде сол жаңағы сахарный диабетпен, солармен ауыратын адамдар келетін. Солардың өзінде результаттар көре бастағанда, жаңағы балалар келет, ішек құрттармен, витамин нелер аз екенін біле тұрасың, жаңа рахит балалар келет. Солардың өзінде уже даже құртын тазалап, уже несін препараттарын беріп, ары қарай даже лечение жасаған кезде уже бір ай, 2 аптаның ішінде результат болып жатқан кезде қуанасың. Машалла. Басында суы барлар келет, көп гидроцефалия неше түрлі балалар келет. Алаң қалаумен сіздің жаңағы айтқан протоколдарыңызбен кәдімгідей результаттар бар. Альхамдулилля. Бізде өте керемет күшті жаңалық. Аллаға шүкір, қаншама жыл армандаған нәтижеге жеттік. Қазіргі уақытта бізде халықаралық превентивті интегративті анти-эйдж дәрігерлердің ассоциациясы ашылды. Алла қаласа 17 май күні офлайн форум болады, және осы ассоциацияға дәрігерлерді шақырамыз, яғни дәрігерлер бұл ассоциацияға мүше бола алады, және біздің офлайн форумдарымызға келіп қатыса алады, және дәрігерлер өздерінің біліктіліктерін көтере алады. Егер сіз дәрігер болсаңыз, немесе осы медицина саласына, интегративті превентивті медицина қызығып жүрген болсаңыз, және осы сала сізге қызық болатын болса, міндетті түрде біз номерді қалдырамыз. Осы номерге хабарласып, біздің іс-шарамызға келіп қатысыңыз. Вообще бағдарлама сіздерге қалай көмектесті? Нақты қандай әдістер, қандай менің подходтарым, или менің психологический проработкаларым возможно, или менің сіздерге берген қай модульдарым, еще бізде библиотека болды ғой. Ол жақтан вообще қай сіздерге әдіс, қай методика өте қатты өтті, и сол жақтан қандай инсайт ала алдыңыздар? Ең басында сіздің психология сабақтарыңыз өте қатты ұнады маған. Кәдімгідей рост соның өзі адамға бір күш береді. Жай ғана біз былай кішігірім информация айтқанның өзінде сіз өзіңіз адамды көтеріп тастаған кезде дальше деген білімге деген құштарлығың артады ғой. Таңғы нәрселер жасадыңыздар ма? Мен таңғы техникалар бердім. Солардың өзі, таңғы сіз техникалар, ритуалдарын жібересіз ғой. Соны істеген кезде бір кайф. Көп анда йога болмайды деген естисің да, бірақ та сіздің техникаларыңызды істеген кезде кәдімгідей рахат қой, күні бойы немен сол расслабухамен жүресің ғой. Дем алып, миың тыныш, уже жаман негатив ойламайсың, жан-жағыңның бәрі күшті болып кеткен сияқты. Өзің қандайсың,
уже басқалар да саған сондай отношение жасайды. И сонда сіздің состояниеңізге қатысты пациенттер келеді, байқадыңыздар ма? Уже благодарный, кәдімгі ризашылықпен, жұмысың да жеңіл болады. Вот. Негізі психология өте қатты көмектесті маған. Тағы қандай инсайттар алдыңыз? Одан кейін жаңағы асқазан ішек жолдарын тазалау. Сол ең бірінші ішектен бастаймыз, соны реттейміз. Одан кейін барып басқа анализдер Ол тағайындаймыз. жаңа видео сабақтар ма, әлде мен сіздерге именно емдік протоколда жазып бердім ғой? Схема сол ма? Қайсысы өтті сіздерге? Маған видео сабақпен плюс емдік протоколда. Екеуі де. Өйткені екеуі бәрібір бірде алып жүресің ғой. Конечно. Біреуін бөліп жаруға болмайды, екеуін бірде алып жүресің. Видеоларды басында көріп, одан кейін жаңағы тағайындаған препараттарың уже көмектесіп жатқанын көріп, машаллах. Дальше вперед дедіңіздер ма? Сізге ше, Янгүл ханым, қай методика? Мен енді оқудың басында сіз сразу психологический проработка бердіңіз. Сол негізі ең мықты плюс болып кетті. Негізі сол арасында, қандай обучение алсақ та, никогда басында бізде ондай болмайтын. Психологический не проработка деген болмайтын. Мына жерде уже бірінші сразу дұғамен бастаймыз, одан кейін барып уже психологический өзімізді дайындаймыз. И біз сіздің айтқаныңызды бір түсінгеніміз, сіз айтатынсыз жаңағы бірінші өзіне аудар, өз-өзінің жағдайында өз-өзіңді жаңағы нормаға келтіріп ал дегеніңіз маған өте жаңа мықты инсайт берді. Оған басында мен сразу психологический проработканы жасаған жоқпын, сразу айтайын, потому что ол кезде поликлиникадағы жұмысым бар, таңертең ертемен кетесің, содан кешке дейін еще жұмыстан кейін бізде жаңа патронажымыз бар, пациенттерге де вызовымыз бар, солмен жүргенде психологический проработка жасалмай кетті. Қалай кішкене жұмысымды жаңағы поликлиниканы қойып, уже өз-өзіме қарай бастадым. Содан кейін барып психологический жаңағы сіздің айтқан проработкалар жасағанда фук ете түсті ғой. Мен бір жұма оған шейін жүре алмадым. Сіздің 10 мың шаг сіз қоймайтынсыз, 10 мың шаг жаса деп. Соған біздер просто тік қарайтынбыз. Ой, 10 мың шаг деп ішіне просто, потому что уақытым жоқ қой деп өз-өзіме шектеу қойып тастағанмын ғой. Бірақ осы жасап көрейінші деп. Жасап көргенде бір аптаның ішінде мен рост резкім доход жағынан сразу прям пациенттер потогы кетті и саған прям ақшасын аямайтын пациенттер тарсылдатып. Сосын ондай пациенттерді қабылдағанда прям с удовольствием жұмыс жасайды екенсің. Бір пациенттер болады енді кішкене бүйтіп тұрғанда, бірақ который прям с удовольствием бергенде сен оған да отдача с удовольствием болады. Өйткені вин-вин ғой, сіздің энергияңыз ол келетін ақшаға байланысты да. Мысалы пациенттер если жаңағы қысы бергісі келмей болса, сізде де кейбір информациялар бере алмай қаласыз. Это заңдылық, ол заңдылық. Алу беру заңдылығы. Егер бұл заңдылық бұзылса, ол однозначно жаңағы жерде де дұрыс нәрсе болмай қалуы мүмкін да. Сол, оказывается, пациентті емдегенде де, жалпы өзінде де психологическая проработка болу керек. Өте важный нәрсе. Өзің тыныш, пациентпен қалай отношение жасайсың, өзіңнің барын бере аласың, и пациент те солай саған. Сіз айтқандай, жаңағы таңғы уақытты өздеріңізге арнаңыз. Содан кейін барып пациенттерге басқа жұмыстарыңызды айналысыңыз деген. Вот, оказывается, сол ең дұрыс нәрсе екен. Мен соны жайлап енгізе бастағалы, уже басқаша өмір деген жайлап өзгере бастады деген сияқты да. Балдарда да жақсы бола бастады, мінездер как будто өзгерген сияқты, жолдасымның жағынан да бір түрлі отношениесі басқаша болып кеткен сияқты болып, бір өзгеріс көрінеді екен. Бір Алланың қалауымен, бір Алланың қалауымен өзгеріс болады екен. Даже мен жолдасым қазіргі таңда міне жаңа диплом алуға поддержка болып қасыма келіп тұр. Хотя біз бірге келдік, бірге келіп мен қасында поддержка болып жүр. Хотя біз 7 жыл оқығанда, енді ол басында да ол өзінше поддержка жасайтын, бірақ диплом алуға ол кісі келмеген, ешқай диплом алуға. Бірақ осы антиэйдж, превентэйдж, жаңағы осы наставничествоны дипломын алуға келгенде мен қасында поддержка болып қасында жүр. Супер. Вот это машалла. Сол жағынан уже бір өзгерістер болады. Тек қана ол жұмыс, тек қана карьера емес, тек білім емес. Мына жерде уже семейный отношения, балаларын деген сияқты психология жағынан мощный поддержка, мощный трансформация. Орта, сосын сосын орта прямо
жалғыз емессің, оказывается сені түсінетін орта бар екеніне өте қатты қуандым, шыны керек. Бұл прям мықты трансформация болып жатыр. Сіз бұйырса алда жаңағы трансформационный мощный форум сияқты жасайтын болсаңыз, одан қалмау керек деп ойлаймын. Онда вообще қайта келгім келіп тұр. Хоть мен Батыс Қазақстан облысынан өте ұзақ жолдан болса да, мен ниет қойып отырмын, иншаллах, тағы да көрісуге, келуге. Мына жақтың атмосферасы бөлек, мына жақтың халқы бөлек, мына жақтың ханымдары өте білімді, прям сіздің достарыңыз, сіздің таныстарыңыз уже сондай ортаға тартылып тұрады екенсің уже. И жалғыз емес екенінде прям уже уверенность болады екен. Сол жағы прям мен Алматыға көшкім келіп кетті. Осындай орта үшін я даже готова, если честно. Потому что саған андай қылып, сен қызғанышпен қарамайды ешкім. Саған наоборот көмектескісі келіп тұрады. Сен пациент туралы бірдеңе сұрасаң, давай сен лучше былай істе. Ол өте мощный жаңағы көмек қой. Кейбір дәрігерлер өзінің несін айтпайды, мысалы, техникасын айтпауы мүмкін деген сияқты да. Мұнда мысалы өзіміздің группамыздан қанша жылдан бері өзімен жұмыс жасап келе жаңағы дәрігерлер бар да. Бір нәрсені сұраса, спокойно айта салады. Да, деп өзіне таңғалып қаласың, оказывается, так можно деген сияқты. Сол мына жақтағы коллектив маған ұнайды. Өзімізді как уже коллективіміз сияқты. Классно, машаллах, қуаныштымын. Ал енді нақты өлшенетін нәрселермен айта аласыздар ма? Мысалы, наставничествоға дейін сіздерде табыс осынша сумма болды, наставничестводан кейін осынша сумма. Нақты болмаса да примерно айтып берсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Наставничествоға дейін енді біз мен сол тек қана 4 ай жаңа поликлиникада жұмыс жасағаным бар. Сосын оған дейін енді примерно 4-5 жылдай кабинетте жұмыс жасағанмен жаңағы айлық табысым примерно енді 250-300 болған шығар. Ол енді әдеттегі дәрігерлердің бір айлық жаңағы бір табысы да. Бірақ уже сізден БРТ обучение алып, уже арғарай наставничествоны алғаннан кейін менің бір күндік табысым кейде сондай сумманы көрсетіп тұрды. Альхамдулилля. Мен бір күнде сондай жаңағы не істегенде сумма тапқанда басында, оказывается, көп ақшадан да адам дірілдеп қалады екен, қорқып қалады екен. Сосын бір жағынан ойлайды екенсің, оказывается, так можно? Представляете? Конечно. Так можно деп. Оказывается, ол ақша деген шексіз екен. Ақша жағынан, психология жағынан бізге именно дәрігерлер жалпы бай болу керек екен. Әрине. И дәрігерлер психологический жағынан өте мықты трансформационный проработкаларды өте көп жаңағы жасау керек екен. Сол кезде финансовый поток ашылады екен. Мен осы қалай дәрігерлікті бітіргеннен кейін барып түсіндім, если честно. Сіздің жаңағы оказывается, Аида ханым бізде проработка жасайды екен ғой, психологический проработкаға көп мән беру керек екен ғой дегенді түсінгенде, оказывается, біз соны істемей, біздің осы күнге шейін істемей жүрген нәрсемізді мен мына жаққа келіп осы наставничествоны алғаннан кейін барып түсіндім. И соған уже углубляться еткеннен бастап бір күндік доходың даже сондай болуы мүмкін екен, оказывается. Супер, күшті результат. Иншаллах, бұдан кейін енді ұшамыз деген. Конечно, ұшасыздар. Бұл басы ғой. Это цветочки дейді ғой. Және қызмет, услугаға бір нәрсе қостыңыздар ма наставничестводан кейін? Біздің енді осы күнге шейін біздің жаңа консультациямыз тек қана 5 теңге болатын. Қазір біздер уже консультацияны смело 20 25 мың. Енді даже біздің жаңа коллегаларымыздың арасында 50 уже чек қойып тастаған екен. Бұйырса енді сондай чек қойғым да келіп отыр. Ол кісінің тоже уже бөлісеміз ғой бір-бірімізбен. Мысалы 3 айлық жаңағы немен, қатынаспен, схемамен ол кісі сондай чек қойып тастаған екен. Былай қарағанда мен қазір осы наставничестводан кейін бір 15 мың 20 мыңға көтердім консультацияны. Ол да бір жақсы дәреже. И одан кейін ол кісімен связьда отырады екен. Қайтадан қайтадан консультацияға келген өзінде де мен уже тегін кетеді екен. Оказывается, жаңағы біздің арамыздағы бір дәрігер 50 мыңға или 100 мыңға көтеріп тастаса, сен ол пациентпен уже с удовольствием спокойно жұмыс жасай бергің келеді екен. Әрине. Сондай, в общем. Классно. Сізде, Али ханым?
менде орталық болған соң жаңағыдай общий комплексіне қараймыз ғой адамдарды. Жаңа ішінде бәрінде бар, комплексіне қараймыз. Енді бұйыртса соның несін жоғарылатайын деп тұрмын. Тағы да. До қанша болды наставничествоға дейін? И наставничестводан кейін? Жаңағы несі услугасына қарай ғой. Ну, примерно. 20-30 примерно. Егер услугасы өте аз болса, 10.000 сондай болады да. Қазір енді жаңағыдай қасымдағы коллегаларымды көріп, менде сол жоғарылатқым келіп тұр. Өйткені расында оның қайтып келген кезде тағы да оның біраз жұмыс энергия кетіп қалады. Соны бағалай отырып. Бағасын өсіруге сіздерде қандай қызмет қосылып жатыр, немесе сапасы артып жатыр ма сол жағынан? Әрине. Полный аза-тазалау қосасын, чебаш қосасын. Алдында да оны қосып жүргесін, но после наставничества диплом алған соң енді вообще өз-өзіңе сенімді, уверенно жаңағы кабинетіңе жазып қоя аласың. Нәтижелерім бар десеңші. Иә, вот міне. Спокойно енді чегімді одан да жақсы өсіре аламын деген өз-өзімге сенімділік бар. Сізде қазір до и после не бар ма, рост бар ма? До менде жаңа қазір жүкті болған соң арасында кішкене демалыс, кішкене ауырып қалған жағдайлар бар. Енді после одан да қатты әрекет жасаймыз. Иншаллах. Айда ханым бірдеме айтып жіберсем бола ма? Конечно. Мен осы күнге шейін жаңа біздер таңнан кешке дейін жұмыс жасаймыз ғой, поликлиника таңнан кешке дейін жұмыс. Даже мен оған дейін кабинетте жұмыс жасағанда таңнан бір 2-3 кушеткам болатын кабинетте. Мен негізі 1 кушеткадан бастадым. Одан қазір дейтін оған содан кейін 2 кушеткаға ауыстым. Наставничестводан кейін мен 3 кабинет. Каждый кабинетте уже кем дегенде 3 кушеткадан. Представляете? Сөйтіп уже санай беруге. Армандар. Иә. Хотя мен тек қана 1 кабинет, 1 кушеткадан 50 мың теңгенің арендасын алып, оған да страхпен барған адаммын. Қазір мен уже 3 кабинетке смело жасап жатырмын. Уже өз-өзіне адам сенімділік, уверенность бар. Сосын бір айтатыным, осы күнге шейін мен кешке дейін жұмыс жасайтынмын. Қазір я могу спокойно до обеда отработать. И до обеда я могу заработать такую сумму деген сияқты ғой. Машаллах. И прям мен өз-өзім қатты қинамаймын. Сіз қалай айттыңыз? Өз-өзіңді қатты қинамай, в основном өзіне энергия, сен өз-өзіне энергия бөлу керексің. Балдарға, еще күйеуіне энергия бөлу керексің. Баланс. Бәріне де сен, еще сен пациенттерге де жаңағы энергия бересің. Сондықтан да в основном өзімнің энергетикімді сақтап қалу мақсатында мен в основном қажетті жұмысын только отрабатывать до обеда. Класс. И соның өзінде де бізде мықты рост болып жатыр. Альхамдулилля. Машаллах. Қатты қиналмай да жұмыс жасауға болады екен. Қатты қиналмай да можно зарабатывать, оказывается. Соны түсіндім. Оказывается. Это мощная трансформация, машаллах. Иә, оған дейін менде де келет, оны полный емдейсің, жағдайын жасайсың, бірақ услуганы қымбат қоймайсың да. Мына жақтан расында семейный жағдайларға байланысты оларға да энергия бөлу керек. Отбасың бар, бала шағаң бар, ата-енең бар. Соның энергияңыз ақталмай қалады, иә. Жетуің керек қой бәріне негізі расында. Машаллах. Осының үшін истощенно жұмыс жасай берген екенбіз, өзімізді ұмытып кеткен екенбіз. Шаршайсың ғой. Ұмытып кеткенбіз совсем өз-өзімізді. Қарамайды екенбіз өзімізге. Тек өзімізді, өзім деген жоқ екен, оказывается. Тек семья, сосын жұмыс болды. Өзімізді ұмытып кеткен екенбіз. Содан кейін барып уже өз-өзімізге қарай бастағаннан кейін. Бірінші өзіміз, содан кейін барып басқасы дегенде. Бәрі жеңіл болады. Бәрі жеңіл и басқаша. Машаллах. Оны бірақ ойламайды екен, сіз жаңағы айтып жатсыз, біз наставничество до и после дейді дегенде, оны біз осы күнге шейін ойлаған жоқпыз, до и после де ойлаған жоқпыз. Бірақ сіз в основном айтасыз жаңағы акцентті до и после. На самом деле бәрі схожий болғасын, это значит все барлығы после. Сол кезде адамның шүкіршілігі артады екен, иә. Вот, бізде когда фиксируем, сіздермен даже не үшін до видеоларыңызды и до нелеріңізді алдым, потому что адам деген өзі қанағатсыз адам. Біз тез ұмытып кетеміз. Инсан дейді ғой, адам, инсан тез ұмытып кетеміз. Бірақ когда вы фиксируете, миға түсіндіресіздер ғой. Вот біз міне декабрьде осындай состояние болдық. А біз уже мартта мынадай состояниемен бітірдік. А қазір вообще мынадаймыз деген нәрсені миға түсіндірген кезде ми айтады, ничего себе, мықты екен ғой мынау, кәдімгі реально жұмыс жасап жатыр екен ғой. Мен расында соған лайықты екенмін ғой деген бір
Вот, көрдіңіз Болады, ба? Сол кезде көзің сіздерде автоматически самоценность көтеріледі, и ол сіздер түрлеріңізден, денелеріңізден, көздеріңізден көрініп тұрады да. А оны сізге келетін пациенттер тоже сезеді. А когда сіздер өздеріңізді бағаламайсыздар, жаңағы бір нәрсенің артында бүйтіп через не хочу жүре беретін болсаңыздар, оны тоже пациенттер сезеді. Өз-өзіңді қиындатып. Иә, и не только пациенттер, айналаңыздың бәрі сезеді да, и больной точкадан ұра береді содан. Поэтому өте қатты қуанып отырмын негізі сіздердің результаттарыңыз. Даже мен кеше форум жасасам да бұл нәрселерді естіген жоқпын. Бүгін осы подкаст жасауға бір идеяның туы бұл бізге бір береке екен. Мысалы, сіздердің результаттарыңыз маған также күшті не береді да, күш қуат. И басқа дәрігерлерді оқытуға күшті не желание ашылады. А сіздерде одан да больше жоғарылауға күшті желание ашылып жатыр да. И кеше мысалы сіздерден бір сұрақ болсын. Кеше сіздер форумды сондай деңгейде өтетінін білдіңіздер ма? Және сіздерде форумна не ұнады? Және мен сіздерге обещать еткен нәрселерден сіздер больше алдыңыздар ма? Менше алдыңыздар ма? Соны түсіндіріп берсеңіз. Ой, деген күшті болды ғой. Негізі ана после вручения кафе деп отқан кезде бәріміз айтып жатырмыз ғой. Біз дұғамен келдік, біз сынақпен келдік деп. Расында осы форумға келе жатқанда менде де өте көп сынақтар болды. Жолдасымнан қанша уақыттан бері сұраймын бол кісі, қоя салшы айналайын. Өзің жүктісің ғой, не қыласың? Үйде отырсай деп. Тура кететін кезде сол 1-2 сағат кезде мақұл дейді ғой. Уже ана автобус сөйлесеміз, Түркістаннан келе жатқан автобусқа, сол 1-2 сағатқа кезде дайындалып, патыр-патыр шығып кетесің, заттарыңды алып. Жолда келатып, жылаймын ғой. Мен расында шынымен баратырмын ба, жоқ па? Өз-өзіме сенбеймін, иә, қуаныштан. Алла тағала негізі расында дұға жасасаң, оған жауап береді. Сен соған жетесің дегенде көзім жетті. Сөйтіп келдік алан қалаумен. Бірақ сол сынақпен келгеннің өзі маған өте дәмі бір тәтті болды. Қуанып, сізді кәдімгі живой көргеннің өзі прям күшті сезім болды. И мен форумнан да ондай үлкен дәрежеде өтеді деп ойламадым. Ойламадыңыз, иә? Күшті прям енді. Сіздер қалай болады деп ойладыңыз? Керегінен де артық бәрі. Мен ойладым, кәдімгі тек өзіміздің тек қыздармен. Иә, вручение сияқты сондай болып өтеді деп. Бірақ мықты дәрігерлер келіп, олардың лекциялары болып, прям енді өзіміз ойлағаннан да күшті мықты дәрежеде болды. Аллаға шүкір. И сіздің жаңағы дипломыңыздың өзін көрген кезде шок болдық. Машаллах, диплом сертификатты көрген кезде прям жүректе толқыныс, жылағың келеді. Бір ана сіз айтып отырсыз ғой, эйфория көтерілген. Күшті енді прям мықты болды. Машаллах. Өкінбеймін негізі келгеніме. Аллаға шүкір, Аллаға сансыз шүкір. Осылай сынақпен де келгеніне де келіп алып, в общем, келесің да, ешкімге хабарласпағасың ғой. Автобустан 5:30-да түсіп алғам. Ал енді не істеймін? Қайда барам? Сөйтем да гостиница іздеймін. Отырып, жаңағы ненің адресін сұраймын. Примерно соған жақындау. Гостиница табайыншы. Алан қалаумен негізі табылып кетті. Сөйтіп барып, соған орналасып, ары қарай бері жеттік қой. Соның бәрі негізі сынақпен өте дәмі тәтті болды. Классно. Сізде қалай болды, Янгүл ханым? Мен де тоже осы жаққа келе жатқанда сынақпен келдім. Кеше де айттым сізге де. Тоже ойда жоқ жерден самолетта отырғанда бір кішкентай баланың температурасы көтеріліп, предсудорожный жағдай болып, самолеттің ішінде дәрігерлер бар ма, медиктар бар ма деп не істегенде жан-жағына қарап деп ойлам, бір жағынан страх болады екен. Қолымда бірақ ештеңе жоқ, қалай көмектесем деп. Бірақ енді уже собралась быстро, айтам, градусник алып келу керек, уже дейтін баланың үстіне осы температура шешу керек деген сияқты. Ол да бір сынақ деп ойлаймын. Неге? Осы күнге шейін ұшып жүргенде ондай жағдай болмайды. Именно осы жаққа келген. Ол бір, екінші керемет, екінші күні енді мен осы жақтан жаңағы киінем, бір күн бұрын планмен келдім ғой енді. Киініп, не істеп, жолдасыммен керім болып жүрсем, жаңа мегада біреу талып құлап атады ғой.
судороги болып жатады мәссаған. Жолдасым айтады, маған қарайды, екеуміз біріміз бар шешті, бәрі сасып қалғанмын ғой, мәссаған. Тек шауып, ол кісіге де тек жанынан набық жатқызып, эпилепсия ұстап қалған екен, судороги ұрып жатыр екен. Ана жерде ол кісі көгеріп, прям уже гипоксия кетіп бара жатыр екен. Қасымызға тағы бір ер адамдар келіп, ана жерде енді воздуховод ештеңе жоқ, тілін шайнап тастайды ғой, эпилепсиктардың бәрі тілін шайнап тастауы мүмкін, либо дыханиясын жауып тастауы мүмкін, не болса да аузын ашып, әйтеуір ол кісіге первую помощь көрсетіп жатырмыз. Мен айтамын, значит, это не просто бір емес, екі случай. Это же не просто же так деп, неге осының үшін қандай жерлерге барып соны көру үшін алла тағала сізді жеткізіп тұр ғой. Алла тағала мені как будто бір дәрігерлік бір опытын қалай бір стажын сол миссияда сынап жатырған сияқты болып, мен өзім сондай бір солай ойлап қалдым ішімнен. Барымызша көмектестік. Мен сөйтіп не істеп болғанша уже медсестрада келіп, внутривенно ана кісі уже есі кішкене не болғасын, укол жасатпай жатыр ол кезде, до конца уколын жасап не істеген, уколдан кейін ол кісі баядан мен түсінім бойынша эпилепсиясы болып тұр, без сопровождения солай жүріп кетіп қалған болып тұр. Атып все болдым деді, кетіп қалды. Шоковое состояние болып қалдық. Бір жағынан енді сондай бір маған келіп тұр енді. Сосын енді ол да бір сынақ деп түсіндім бір жағынан. Сосын сіздің жаңағы форум жағынан айтқанда, мен ойладым, просто өзіміз 10 дәрігер, сіздің командаңызбен простой бір вручение болатын шығар деп сөйтіп ойладым енді, шыны керек. Сіз андай қылып 300 ба 500 үлкен торжественный қылып дайындап қойған, фуршет бар, не деген фуршет, барлығы ПП, еще без сахара, конфеттер, прям на высшем уровне ол өзімді королева сезініп кеттік. Өзімді королева сезініп кеттік. Бір жағынан сосын сіздің дәрежеңізді сезіндік. Сіз, оказывается, Алматы облысындағы ең мықты, білікті, беделді адам екеніңізді біз сезіндік. Это не простой человек екеніңізді. Қазақстан бойынша да, жалпы Алматы облысында да халық көп қой енді. Соның арасынан сіз ең мықты, беделді адам екеніңізді біз прям жүрегімізбен көзбе-көз сезінгенде, это было мощь, шыны керек. Мен өзіміздің де дәрежеміз іштей көтерілді. Біз қалай осындай кісімен біз теп-теке осы как сөйлесіп отырмыз деген. Былай қарағанда бір сырттан қарап жүрдік қой сізді. Былай қарағанда бір қол жетпейтін сияқты болып жүрді мана. Сондай дәрежеде сіз біздің жаңағы немізді, дипломымызды еще заңды түрде бәрін тіркеп, министерстводан жаңағы заңды түрде барлығы заңды, ешкімнен қысылмай, осылай даже сыртымызға да жазып қояды деп естігенімізді көргенде, это было вообще шоке. Мен ондай дәрежеде деп мен де ойламадым расында. Біздер осының үшін простой сертификат сондайға дайындалып келген мен деді. Қанша обучение алып жатырық, олардың шынына келгенде заңды күші жоқ. Шынына келгенде. Бірақ сіздің наставничествоңызда уже тек даже наставничествоның ешқандай наставничествоның заңды күші жоқ қой, осының күші даже именно медицинада. Но именно сіздің наставничестводағы біліміңіздің заңды күші бар дегені, это было Министерство здравоохранения өзі қолдап тұрғанның өзі бізге деген өте мықты поддержка. Даже мемлекеттің өзі қолдап тұр. Это уже начало, иншаллах, бұйырса, одан да мощный өзгерістер болайын деп тұр біздің елімізде. Сіз жаңағы айттыңыз конференцияда біздің еліміз интегративті превентивті бағытта 35 жылға қалып қойған дегенде, шынымен де ол сіздің ішіңіздегі біздің тоже сіз қанжылатыңызды, біздің еліміз үшін, бүкіл халық үшін сіздің жаныңыз ашитыныңыз сезілді. Действительно, сіздің жаңағы қаражат не жағын көп ойламайсыз, соны сездік. Сіз былай сырттан қарағанда бір түрлі ой, бұл кісі бай кісі, бұл бізге қарамайды, бұл кісі бізді менсінбейді деген ой келу мүмкін. Сыртқа қарап, действительно мен сөйтіп басында, бұлардың ақшасы көп қой деп ойлап қаласың. А на самом деле уже конференцияға келгенде сіз ана жерде барлық мықты деген дәрігерлердің барлығын жинап, действительно біздің Қазақстанымыз, сіз уже елді ойлап тұрсыз ғой. Мына жерде елімізді ойлағанда, действительно бұл кісі дейтін біз ойлағандан да
мықты дәрігер, мықты беделді екеніңізді, және де шынымен де халық жанашыры екеніңізді біз сездік и түсіндік. сол кезде расында түсіндік қой. Сол жағынан басқаша өздеріңізге қандай инсайт алдыңыздар содан? Форумнан инстаграмға көрген кезде жаңағы Әлия ханым айтқан сияқты андай тәкаппар көрінетіндер ше. Жоқ андай қол жетпес сияқты. Қол жетпес сияқты көрінеді. Сондай болып жақыннан араласқан кезде кәдімгі өзім сияқты қарапайым адам екенін көрген кезде прям күшті. Машалла. Енді сіздер сияқты, мысалы сіздердің точкаларыңызда жаңа қиналып, бастарын сан соғып жүрген дәрігерлер бар ғой қазір. Не поликлиникада істегісі келмейді, не жеке кабинет ашқысы келмейді. Оларға не айтасыздар? Оларға ойланбай осы Айда Мұхтар қызынан наставничество алыңдар деп айтатын едім. Өйткені тәуекел жасамай жүре берсең, негізі жүре бересің расында. Ойланып, өміріңде уақытыңда өте береді, көзбен көріп тұрсын, сіз түсіндіріп айтып жатсыз, расында 35 жыл қалып бара жатырық, оның бәрін біле тұрып, бірақ сол немен жүре бергеніңіз де болмайды ғой. Конечно. Ары қарай даму керек. Менің түсінгенім, превентивті медицинаны, превентейджді Россияда оқысақ, оған 2 жыл кетеді. Еще қаншама қаражат кетеді. Ай сайын төлейтін доллармен төлейтін каждый модуль бірнеше доллар, кәдімгі ол біреудің бір айлық зарплаты. Тіпті оған ол зарплатқа да жетпейтін адамдар бар, біріншіден. Еще антиэйджді оқысан тағы да сондай жыл кетеді. Былай қарағанда 4 жыл білімді біздер 2 айдың ішінде қысқартып білім алдық. Представляете? Самый керегі. Самый мощный. Мен осының кешен шынымен де мен оқығым келді, превентейджді да сұрап ниеттеніп жүрдім. Мен ойладым, резидентураға түспесем, жақсы мен превентейджға түсетін шығармын деп жолдасыма сөйтіп не істедім, бірақ ай сайын ғана модульдің несін көргенде мен я буду только неге ақшамды сөйтіп таптым бердім, өзімде как будто ештеңе қалмайтын сияқты солай бір ой болды, бірақ дайындалып жүрдім. Енді басқа вариант жоқ болса, енді резидентураны оқымайтын болсам, онда осыған кетем, енді оқу керек болса сөйтетін болармын деп ойланып жүргенде сіздің жаңағы наставничествоңыз жаңағы келіп қалды ғой. Сіз прям қаншама жылдар бойы оқығаныңызды бізге нұсқа 2 айдың ішінде коротко, ясно қылып түсіндіріп бердіңіз. Это бір жағынан это очень большой плюс для нас. Сіз қаншама жылдар бойы оқыған оқуыңыз бар, еще біліміңіз бар. Онымен қоса мынандай подкаст жүргізіп бізді дамытам деп, это очень большой плюс. Біз хоть ертең Россияда оқысақ та бізді кім подкастқа шақырып, бізді кім дамытады? Ойлап қарасақ, ол просто онлайн обучение. Дипломның сертификатын береді, сонымен бұл. Дипломды да береді, сертификатын бұл. Еще олың берген дипломы мен сертификаты ол біздің Қазақстанда жарамсыз. И салыстырып қарасақ, сіз дейтін біздің Қазақстанның дәрігерлеріне өте мықты мүмкіндік беріп тұрсыз ғой. Заңды түрде бәрін заңды қылып, мен айтам, барлық дәрігерлерге айтам, именно поликлиникада жүрген, жалпы интегративті медицинаны білмейтін дәрігерлердің барлығын айтам. Айда Мұхтардың наставничествосын ойланбай алыңыздар дейді. Уақыт, жылдар бойы уақытты үнемдейді, біріншіден. Екіншіден, сіздің еще плюс дамуыңызға ол өте үлкен плюс болып келеді. Себебі ол кісі жаңағы өзінің өткен жолдарын, ол наставничество деген сол ғой, өзінің өткен жолдарынды қысқа уақытта нәтижеге жеткізу, жинақтап беру. Сол нәрсеге мен уже ойланбай келдім ғой сізге. Машалла. Негізі жалпы сіздер бингоны ұтып алған мамансыздар ғой, ең күшті сығынды. Фортуна, просто фортуна. Кеше сол форумда соны түсіндік қой біз. Прям бинго ұтып алдық қой біз деп ше. Қаншама мүмкіндік, қаншама. Өйткені мен просто бір проработканың өзіне, бір 2-3 күндік сабақтың өзіне 1-1,5 миллион лақтырып кететін адамдар бірімін да. Өйткені реально мен только сіздерге медицинский ақпарат берсем, и так сіздер ходящий библиотекасыздар. Бәрі көп нәрсені білесіздер, но оны өздеріңіздің практикаларыңызда қолдана алмайсыздар. И көбісінде не проблема, оларда самоценность низкий, өздеріне көңіл бөлмейді,
ойынның бәрі дала, ақша немесе жаңағы жұмыс, пациент и бала и өзінде вообще фокус жоқ. Из-за этого адамдарда өзінде адам өз-өзінде болмаған кезде расфокус болады да, и жұмысында вообще береке болмайды. Вот маған күшті опыт болды. Сіздермен примерно бір 2 ай декабрьден бастап психологический проработка жұмыс жасау. Енді біз оны қазір кішкене қысқартамыз, но именно сіздерге 2 ай сонымен көбірек осы қазіргі нәтиженің дәнін егу ол оңай болған жоқ та. И осы нәрсе ең көбірек сіздерге анадай как ракета рост берген нәрсе болды да. Поэтому реально бұл жерде тек қана интегративті превентивті антиэйдж медицинаның жаңағы медициналық тақырыптар емес, ең бірінші мәселе ол әр тұлғаның тұлғалық қасиетін ашу болды. Вот осы нәрсеге мен көбірек фокус қойдым, және бұдан бөлек мен сіздерге дальше қалай дамуға байланысты, жеке брендке байланысты маркетинг ходтарды айттым, қаншама. Одан бөлек стиль қалыптастыру, стиль қалыптастыру, жаңа психологический проработкалар. Яғни бүкіл бір дәрігердің былай өсіп кетуіне біз су құйып отырамыз ғой, сол судың ішінде қаншама ингредиенттер болады. жетектеп жүрген сияқты. Иә, тура сол нәрсені сіздерге құйып қазір уже өздеріңіздің қалаған дәрежеге жетіп жатырсыздар да, альхамдулилlah. Әрине бұл менің өмірімдегі үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Өйткені мен бір өзім бір Қазақстанға бола алмаймын. Сіз сияқты дәрігерлер көп болу керек. Өйткені білесіздер, кешеде мен форумда түсіндірдім біраз традиционный медицина мен интегративный медицина неге бірігу керек, неге екеуі тандемда жұмыс жасау керек, потому что біздің негізгі мақсат ол халықтың, елдің денінің сау болуына үлесімізді қосу, а не просто так для галочки мынандай іш пациенттің түріне қарамай осылай схема жазып бере салу. Ол шын жан ашитын дәрігердің жұмысы емес. Шын жан ашитын дәрігер ол халықтың денсаулығын ауырмай тұрып алуымыз керек. Сондықтан қазір сіздерге мен не айтам? Көбірек соцсеттерде белсенді болу керексіздер. Яғни аурудың болдырмайтын жолдарына көбірек басымдылық беру керекпіз. Енді сіздер қазір ассоциацияның мүшесіздер. Сондықтан сіз Орал қаласын, сіз Шымкент қаласын, кәдімгідей бір қала, бір район бізге жеткілікті негізі. Көп дәрігерлер қазір уақытта андай. Мен сіздерге еще конкуренция туралы айттым. Никогда бір-біріңізбен конкуренция жасамаңыздар деп едім. Мен кеше қыздардың бір-бірімен тығыз байланысып, подруги бір-біріне жаны ашып, давайте схемаға мынаны бүйтіңіз, мынаны былай жаңағы бағасын көтеруге болады деп бір-бірлеріңізге жандарыңыздың ашып жатқаны қатты жүрегіме бір жылулық берді. Өйткені реально осы нәрсені сіздер қазір біліп алдыңыздар да. Біздің кезімізде қалай? Біз өсіп жатқан кезде, мысалы, орысша аудиториясы бар блогерлер, ой, ол қазақшадан бүйтіп жатыр, это не так работает деп өзінің сторисында ана дәрігердің жамандап жазып, сондай нәрселер өте көп болды. Ал бірақ біздің қазақ дәрігерлерінің осындай татулықпен өсіп келе жатқаны, бір-бірлеріңізге демеу болып көмектесіп, бір-бірлеріңізді көтеріп жатқаны, бұл мен үшін үлкен жетістік. Бұл бір біздің ассоциацияның бір тәрбиенің бір мәні сияқты көрінді да. Мен сол үшін кеше қатты қуандым. Мамам да кеше сіздер шақырғандарыңыз Алла разы болсын. Мамам да айтып жатыр да, мен бәрінен бұрын сенен оқыған дәрігерлердің нәтижесіне қуандым деп жатыр да. Сол кісіні сіздердің айтқан әңгімелеріңіз андай не бер жүрген ғой, дух бер жүрген ғой. Мама сонымен айтып жатыр, қыздарың қандай күшті оқытқансың, қандай күшті нәрселер айтып жатыр деген сияқты. Көрдіңіздер ма, бұл нәрсе, яғни бұл тек қана бір нәрсемен ғана жүру ол жеткіліксіз. Сіздер андай обширный былай барлық нәрсені қамтып өскен кезде, міне нәтиже уже шамалы уақытта көзге көрініп жатыр. Бұл әлі 2025-тің басы. Это только начало. Это только начало. Иншаллах 2025-тің аяғына дейін сіздер әлі көп нәрсе жасайсыздар деп ойлаймын. Енді сіздерге аманат. Бұйырса сіз Орал қаласының интегративті превентивті медицинасының дамуына үлес қосу керексіз, сіз Шымкент қаласына қосу керексіз, сіздердің күнделікті стористарыңызда, күнделікті инстаграмдарыңызда, одан бөлек бізде әлеуметтік қаншама жұмыстар бар, мысалы поликлиникаларға барып тегін лекциялармен выступать ету, мысалы мектептерге, балабақшаларға барып просто қалай дұрыс тамақтану керек, қалай біз көптеген хронический онкологиялық аурулардың алдын аламыз,
оның бәрі өте қарапайым нәрселерде жатыр. Соны біз дәнін неге беруіміз керек, неге беруіміз керек. Сол кезде Алла қаласа Америка сияқты, кеше Швейцария сияқты, Германия сияқты бізде иншаллах онкологиялық аурулардың 40%-ын алдын алу, мысалы олардың медицинасына, традиционный медицинасына, интегративный медицина келгеннен кейін олар 40% онкологиялық аурулардың алдын алған. И бізде мысалы керісінше бізде аурулардың саны өсіп жатыр. Енді біз оны тоқтатып кейін қарай шегертуіміз үшін вот сіздердің миссияларыңыз осы бағытта талмай жұмыс жасау. Сол кезде осы миссияны былай алға алып жүрген кезде ақшада, байлықта, атақта, басқа нәрсенің бәрі өздері артыңыздан қуып жүретін болады, иншаллах. Айда Мұхтаровна, сізге не дейміз, бәрі айтып жатыр, Алла разы болсын, Алла разы болсын. Негізі шынайы ниетпен айтқанның өзі кәдімгі білінеді ше. Расында Алла үлкен мол сауаптан жасын. Бізге осыншама қаншама жағдай жасап жатсыз. Кеше сезініп жатырмын ғой негізі расында ше форумда. Мұның бәрі сіздер үшін деген кезде ана көзіміз шок болып, неужели бізге осыншама мүмкіндіктер, осыншама жағдай жасалынып тұр деп ше. Келмей қалғандарға обидно болған жоқ па? Қаншама обидно болған шығар енді. Еш нәрсе айтқан жоқ па? Айтып жатыр чатта. Мен бара алмай қалдым деп ше. Іштей бәрі өкініп. Іштей өкінеді. Үш қызымыз келмей қалды ғой. Өкініш бар енді. Бірақ соны сезіндім, бәрі Алланың қалауымен. Bir жапырақ та негізі Алланың қалауы. Сіз жерге түспейді деген сезіндім. 2 сағат қалған кезде жолға шығып кеткен оның бәрін күшті бір сезім. Беселі бақтарыңыз бар. Адамсыздар негізі, машалла. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Сізде ұстаздың негізі шәкірті болғанының өзі бір бақ. Жаңағы ең алғашқылардан болып осы тіркеліп сізге шәкірт болып осы Хелспро Академияның ассоциацияның мүшесі болғанымыздың өзі бізге үлкен бір бақ болып тұр ғой. Машалла. Жаңағыдай. Рахмет, Алла разы болсын. Осылай подкастқа шақырып бізді бар жағдайымызды жасап, бүгін кетіп қалады ғой осылар деп уақытымызды туралап бізді. Уақытыңызды бөліп. Өзіңіздің қаншама уақытыңызды бөліп біз үшін бізге арнап, осылай жүргеніңіздің өз. Не деген еңбек. Қазір де айтып тұрмын, көріп тұрмын ғой, 4 камераның өзі түсіреді екен ғой. Мен ойлайтын, бірақ камера түсіріп подкаст жүргізе ма десем, қаншама еңбек. Рахмет, Алла разы болсын. Енді осылай жұмыс жасайсыздар ма сіздерде? Алла қаласа. Кеше сіз ана форумда көріп, иншалла бізге де осындай нелер нәсіп етсінші деп іште ниет етесін. Сіздің артыңыздан осылай шәкірттеріңіз болып жүре берейік. Иншалла, әмин. Айда Мұхтаровна, сізге Алла разы болсын деймін, шын жүрегімнен. Сіздің шәкірт осы бүкіл әлем бойынша шәкірттеріңіз өте көп болсын деймін. Тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлем сізден білім алу керек. Себебі сіз тек қана қазақша да емес, орысша да емес, тіпті ағылшынша да сөйлегеніңіз тіл үйретті. Машалла. Сіз тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемге де осындай мықты білімдерді спокойно жаңағы бере аласыз. Алла қуат берсін, анаңызға Алла қуат берсін, жолдасыңызға Алла қуат берсін. Сіздің әрдайым қолдап, жаныңыздан табылып, жағдайыңызды жасап жүрген анаңызбен жолдасыңызға мен өте риза болдым. Кеше сценада прям көзбе-көз көргенде қандай мықты поддержка. Сіз былай қарағанда қаншама еңбекті, тіпті ер адам жасай алмайтын еңбекті былай жасап отырсыз. И сіз өзіңізді андай бұндай жұмыстар жасайтын адам кішкене мужская энергетика мощный болады да. Тәкаппарлық өсіп кетеді, дауысы да өзгеріп кетеді. Ешқандай өзгермегенсіз, өзіңіздің женственный қалпыңызды сақтай отырып, қандай үлкен еңбектерді жасап отырсыз былай қарағанда. Былай жайлап баппен жүріп сіз мықты еңбектер тындырып отырсыз. Мен соған прям тәнті болып бір жағынан содан сіз сияқты болғым келеді. Өзіңіздің женственный қалпыңызды сақтай отырып қаншама еңбек тындыруға болады екен, оказывается, можно деген сияқты. Қандай нәзік әйел мықты шаруалар жасап отырсыз былай қарағанда. Машаллах. Осы қалпыңыздан таймаңыз деймін. Алла қуат беріп жүре бердіңіз. Осылай жап-жаз
тап-таза бетіңіз қандай жалтырап әп-әдемі таза, бұл дейтін лицо, сіздің прямо лицоңыз таза, қартаюға қарсы медицинаны көрсетіп тұр. Сіз өмір бойы осы қалпыңызда қалай беріңіз деймін, жылдан жылға жасайрай беріңіз деймін. Және де осы Health Pro Academy біздің академиямыз одан сайын дамый берсін, ол жақта жаңағы шәкірттер өте көп болсын деймін. Бұның заңды күші одан сайын мықты болып, кәдімгі заңды түрде біздің превентивті, интегративті қартаюға қарсы медицина прям протоколға енсін деймін, иншаллах. Және де кәдімгі протокол, кәдімгі интегративті бағытта қандай протокол, классикалық медицинада қандай протокол, сөйтіп комплексына ем жасағанда мен ойлаймын бүкіл ауруды да иншаллах жаңағы жеңеміз иншаллах. Ракты да жеңеміз деп ойлаймын, сахарный диабетті де жеңуге болады екен. Және де кеше бізде бір флебологымыз, хирургымыз бар екен ғой, еліміздегі, айтады, біздің орыс әйелдерінде варикоз жаңағы көп кездеспейді. Именно біздің қазақтың әйелдерінде почти 90% әйелдерде варикоз кездеседі. Именно маткасының варикозы кездеседі дегенде. Оның негізгі себебі, оказывается, витаминдерін жетіп, просто анемия, просто витамин D жетіспеу. Мен прям шок болдым ғой. Просто дефициттің бәрін толтырып, антипаразиттарын өткізіп, тек базовый дефициттің бәрін толтырсан, просто варикозды, оказывается, жеңуге болады екен бізге. Конечно. Біздер соны қиындатамыз былай қарағанда. Сол айтам, біздің осы Қазақстандағы интегратив превентивті медицинамыз күші прям дұрысынан еніп дамысын деймін, бірігейік деймін. Сосын сіздің подходыңыз, дәрігерлерді қолдайтыныңыз, бір-бірімізді қолдайық деп айтатыныңыздың өзі үлкен қолдау, потому что екінің бірі өйтіп айта алмайды. Ешкім саған өйтіп, даже коллеганың өзі поддержка бере алмайды ондай. Бірақ сіздің көз қарасыңыз мүлдем бөлек. Мен прям сөзім, даже мына подкаст дейтін тіпті бітпейтін де жарым. Айтай бергім келеді. Шын ниетімен сіздің жүрегіңіз өте кен. Сіздің кішкентай болсаңыз да, жүрегіңіз өте кен екені сезіліп, осы қалпыңызда қалай беріңіз деймін. Алла қуат берсін, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын деймін, отбасыңызбен бақытты болыңыз, сіздің шәкірттеріңіз көп болсын деймін, өсіріп жатырған балдарыңыз өзіңізге тартып, осындай халықтың жанашыры болсын деймін. Барлық жақсылықты тілеймін, және де өзіміздің мына уже коллектив сияқты болып кетті, біздің бір-біріміз студент сияқты болады, разбирать етіп, неге дайындалғанда, экзаменге дайындалғанда не істейміз, қандай сұрақ келді деп бірімізге айтады ғой. Бұл ата-анасыз деген группалар дәл солай сияқты іштей жаңағы осылай дайындалайық, осындай дайындалайық деп іштей қорықтық. Сіздің андай айтасыз, чаттан шығарып жіберемін бір жағда айтасыз, чаттан шығар, осыдан тапсырманы орындамаса чаттан шығарып жібереміз. Жоқ, болса да барымызша орындайық, бітірейік деп сондай мықты ұстасыз. И ұрса да білесіз, и былай ұрыспай жайлап бір сөзбен жаңағы адамды тындыра да білесіз. Сол қалпыңыздан қалмаңыз деймін. Алла қуат берсін иншаллах. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, иншаллах осы кәсібімізді, жұмысымызды қайырлы берекелі түрде жасап жүре берейік, өсе берейік, өне берейік. Сіз де дамый беріңіз. Бұдан да өте мықты жетістіктерге жете беріңіздер деймін. Алла қуат берсін деймін ең баста. Өте керемет подкаст болды деп ойлаймын бүгін. Иншаллах, әр дәрігер өзіне керек нәрсені алған, шынайы, прямо мен шәкірттерім от души бөліскен өте бір пайдалы, елге, халыққа пайдалы подкасттан болған сияқты өзіме сезіліп отыр. Енді мен не деймін, халқымызға, елімізге тек тыныштық, халқымыздың дені сау болсын, және осы жолда аянбай жұмыс жасайтын дәрігерлеріміздің саны көп болсын. Егер осындай менің Янгүл, Алия ханым сияқты шәкірттерім болғыларыңыз келсе, міндетті түрде осы подкасттың астына біз контакт номерлер қалдырамыз. Немесе ассоциация туралы қызықтыратын моменттер болса, сол сұрақтардың бәрін бізден сұрасаңыздар болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, шәкірттеріме жолдары ашық болсын. Келесі кездескен кезде бұдан да күшті нәтижелермен бөлісіп, бір-бірімізбен тек қана сүйініш жаңалықтарда кездесіп, сүйініш жаңалықтармен бөлісіп, өміріміздің дәмін, тәттілігін осылай сезініп, бақытты, бай, қуатты, сондай бейбіт өмір сүруді Аллах бізге нәсіп етсін. Амин.
Құрметті оқырмандар, егер сіздер осы интегративті, превентивті антиэйдж бағытта дамығыларыңыз келетін болса, бізде өзі жылына 2 рет қана ашылатын наставничествоның биыл 2025 жылы соңғы потогы ашылады бұйырса. Июнь айында біз обучениені бастаймыз. Қазір бізде тіркелу жүріп жатыр. Иншаллах осы топқа, осы наставничествоға үлгеріп қалам дейтін мамандар болатын болса, дәрігер мамандар, нутрициологияны оқысы келетін, health коучты оқысы келетін желаниесі бар оқырмандар, біз сіздерге осы жерге номер қалдырамыз, осы жерге хабарласып, өздеріңіздің ақпараттарыңызды қалдырып және анкета толтырып, ұсыныс анкетаны толтырып қалдырасыздар, және сол бойынша біз бірінші іріктеуден өткіземіз. Содан кейін сіздермен хабарласып екінші іріктеу жасаймыз. Содан кейін ғана обучениеге алатын боламыз. Барлықтарыңызға іске сәт. Тек жақсы күнде жолыққанша. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.